Сынық кезіндегі алғашқы медициналық көмек. Жалпы сынық дегеніміз не? Сынық ол механикалық жарақат кезінде сүйектің бүтіндігінің бұзылуын айтамыз. Сынық кезінде қандай клиникалық белгілер болады? Ең біріншіден, қозғалыс және жүктеме кезінде қатты ауырсыну сезімінің болуы. Екіншіден, сүйектің пішіні және ұзындығының өзгеруі, яғни зақымдалған аймаққа қарасаңыз, ол жерде деформацияны байқайсыз. Үшіншіден, функциясының бұзылуы. Төртіншіден, зақымдалған аймақтағы қан талаудың пайда болуы және сол аймақтың ісінуін айтамыз. Сынықтың жалпы екі түрін ажыратамыз. Ол ашық сынық және жабық сынық. Мінекей суретке мән беретін болсақ, екеуінің айырмашылығын көріп тұрмыз. Ашық сынық кезінде терінің бүтіндігі бұзылады, яғни бізде сынған сүйек тіпті жаңағы теріні тесіп өтуі мүмкін. Ал жабық сынық кезінде біз зақымдалған терінің ісінгендігін және сол жердегі қан талауды байқайды екенбіз. Енді ашық және жабық сынық кезінде қандай алғашқы медициналық көмек көрсетеміз? Ең біріншіден, достар, ескере кететін нәрсе, қандай сынық болмасын, біз науқасты қозғалтпауымыз керек. Себебі кез келген қозғалыс ол сынықтың клиникасын өзгертіп жіберуі мүмкін. Яғни, жабық сынық кезінде науқасты лезде қозғалтып қалсаңыз, ол ашық сыныққа дейін алмасып кетуі мүмкін. Сондықтан да есте сақтаймыз, біз науқасты ешқашанда сынық алған кезде қозғалтпаймыз. Ал екіншіден, алғашқы медициналық көмек, мысалы жабық сынық кезінде жарақаттанған аймаққа біз суық бас аламыз. Егер де ауырсыну сезімі болатын болса, онда ауырсынуды басатын анальгетиктерді береміз және жәбірленушіні ауруханаға дейін тасымалдау үшін, яғни біз сынған аймақты қозғалтпау үшін біз иммобилизация жасаймыз. Иммобилизация дегеніміз ол бекіту деген мағынаны білдіреді. Яғни қолда бар затпен, мысалы егер де сіз қолыңызда шина болмаса, мысалы қатты кардон немесе жаңағы тақтай, ағаштарды алып жақтау жасап алсаңыз болады. Егер де аяқ сынатын болса, сол аяқтың мөлшеріне қарай кесіп алып, сол жақтауды қоясыз да, оны бинтпен немесе орамалмен байлап бекітіп тастайсыз. Лишь бір жаңағы жер қозғалмау керек, яғни ауруханаға барам дегенше жылжып кетпеуі қажет. Ал енді ашық сынық кезінде қандай алғашқы медициналық көмек көрсетеміз? Ашық сынық кезінде бізде сәйкесінше терінің бүтіндігі бұзылғандықтан бұл аймақта бізде қан талау болады. Біріншіден біз қанды тоқтатуымыз керек. Себебі қан көп кетіп қалса, ол да бізде әрі қарай асқынысқа алып келуі мүмкін. Қанды тоқтатамыз. Екіншіден, зақымдалған аймақта ауырсынуды басу үшін біз анальгетиктер береміз. Және үшіншіден, біз осы жерді қозғалтпай бекітіп тастаймыз да асептикалық байлам саламыз. Яғни, бұл ашық жарақат кезінде бізде ең бастысы бұл жерде инфекция түспеу керек және қозғалмай ауруханаға жеткізілуі қажет. Сынық кезінде қолда бар затпен қалай иммобилизация жасаймыз? Енді соны көрсетіп өтсек. Мысалы, сіздің қолыңызда шина болмауы мүмкін. Сондықтан да сіз қолда бар затпен, мысалы кардонмен немесе ағашпен жақтау жасап алсаңыз болады. Енді біз қазіргі моментте қолымызда кардон бар, осымен қазір жақтау жасауды көрсететін боламыз. Ең біріншіден, мынандай ситуация жағдайды айтып өтейік. Қазіргі таңда пациентіміздің бізде оң жақтағы білек сүйектері сынған. Сондықтан да міндетті түрде бірінші ережені сақтаймыз, сынған аймаққа мүлдем тиіспейміз. Сондықтан да екінші сау аймақтан біз жақтауымызды өлшеп аламыз, яғни пациентке келетіндей етіп. Сау аймақтың қолымен пациенттің өлшеміне келетіндей етіп өлшеп қиып аламыз. Енді келесі сынған аймаққа барып, осы жақтауды қоямыз. Және екінші бізге қажет болатын зат ол бинт, немесе жаңағы орамал, қолда бар затпен сіз бекітіп тастасаңыз болады. Мінекей, мына қолды ақырындап, онда қатты қозғамаңыз, жақтауды қойып алыңыз. Және келесі қадам бинтпен бекітіп тастаймыз. Ең бірінші, осындай циркулярный байлам жүргіземіз. Яғни бір рет осылай бекітіп аласыз да, одан кейін әрі қарай сегіздік байлам кетеді. Яғни сегіздік байлам дегеніміз крест тәрізді етіп, саусақтардың арасынан жүргізіп, бекітіп аласыз. Мінекей бізде білек буындары бекіді. Енді әрі қарай бізде спираль тәрізді байлам кетеді. Мінекей спираль тәрізді байлам. Және біз білек сүйектерін иық сүйектерімен бекітіп тастауымыз керек. Бекіттік. Енді бұл аймақты әрі қарай жылжып кетпес үшін
біз косынкамен мойынға бекітіп қойсақ болады. Яғни қолда бар затпен косынка ретінде алып, осылай бекітіп қойсаңыз болады. Және осылайша пациентті ауруханаға травматологиялық пунктке тасымалдайсыз.